Ағымдағы жылдың 30 қыркүйегінде жеке кәсіпкер Талғат Мұхамедғалиев өз кәсібін жүргізіп отырған мекеменің ыстық су құбырларын белгісіз тұлғалар кесіп тастағанын айтады. Талғат өзінің адал салық төлеуші екенін, мемлекетке ешқандай қарызының жоқтығын алға тартып, тұрғындардың бұл әрекеті үлкен зиян келтіргенін атап өтті. Группа соседей. Көршілерден құралған бір топ адам дүкенге жылу беріп тұрған құбырдың бір бөлігін кесіп тастаған. Олар осы үйдің иелері ме, жоқ па, онысы мен үшін белгісіз. Білуімше көбі жалдап тұратындар. Тұрғындар еш ескертусіз, оқжетпестің келісімсіз, өз еріктерімен келіп менің дүкеніме кіріп тұрған құбырды кесіп кеткен. Содан бері мен еш жылусыз қалдым. Менің дүкенім жеке орналасқан. Сондықтан тұрғындардың құбырына қосылудан басқа амалым қалмады. Алайда мен қарыз төлемеді деу өтірік. Мұндай жағдайлар бірнеше мәрте қайталанып отырғаннан кейін кәсіпкер жергілікті полицияға еркіндік фактісі негізінде шағым түсірген. Но в данном случае при разговоре со следователем он говорит: Мен тергеушіден іс қозғалды ма деп сұраған уақытында иә, қозғалды деп айтты. Бірақ айыптаушылар жоқ деді. Барлығы менің көз алдымда болса да, олар ешкімді кінәлі деп санауға мүмкін еместігін айтады. Алайда осы мәселеге қатысты тұрғындардың пікірі мүлдем бөлек. Олардың айтуынша, тұрғындар оқжетпесті жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне инженерлік желілерді жүргізуге рұқсат беру туралы келісімге қол қойған. Инженерлік желі тартылғаннан кейін әр адам өзінің аумағына қарай жылу ақысын төлеуі тиіс. Желі тарту жұмыстары жүргізілгеннен кейін кәсіпкер өз ғимаратын 2 есе ұлғайтқан. Алайда бағаны бұрынғы аумақ бойынша төлеп отырған көрінеді. В общей сложности около 500 метров труб в 2 трубы. В 2 трубы было. Значит, в 2004 году он обратился к нам, чтобы мы дали ему это тепло. Вот площадь магазина была в 2004 году, видите, соразмерно одному дому из 2 квартир, 120 квадратных метров. За это время магазин расширился до 378 метров. Первое время, когда он к нам врезался, вот ему достаточно было врезаться 5 метров до нас. Вот трасса, где шла. После этого он просто перестал нам платить, оплачивать ремонты. Мы вот эту трассу, Окжетпес ее бросил в 96 году, когда были смутные времена, в 96 году бросил эту трассу. И мы, чтобы выжить как-то, сами и начали ее обслуживать. Аудан тұрғындары жылу құбырларын өз қарамағына алған. Сол себепті де бұл мәселелерге қатысты оқжетпесті мекемесі жазбаша түрде азаматтарға өз беттерінше мәселені шешуге рұқсат еткен. Сондықтан олар өздерінің іс-әрекеттерінің заңды екендігіне сенімді. Отписалась на Окжетпес. Окжетпес дал нам письмо, что трасса ваша, вы хозяйственную деятельность ведете сами, и все внутренние вопросы решайте сами. И мы, в общем-то, большинством голосов общего собрания жильцов решили его отрезать. Нам прокуратура предложила: уберите трассу с общегородских земель. То же самое сказал Окжетпес, что мы в этом году и сделали. Вот она теперь, вот так она шла, теперь она идет вот здесь. Мы его отрезали как неплательщика, как совершенно бессовестного человека. Потому что в прошлом году после этого собрания начались, у нас живут в основном тут пенсионеры. Вот посмотрите, вот это красным отмечено, это те дома, где хозяева пенсионеры. Видите? Да. Вот эти пенсионеры оплачивают бизнес вот этого магазина. Тепло. После задвижек это наша частная собственность. Біздің өз қолымызбен жүргізген құбырға қатысты ешқандай мемлекеттік мекеме, жеке кәсіпкер пікір білдіре алмайды. Себебі бұл құбырды біз өз қаржымызға өзіміз үшін тартқан болатынбыз. Оқжетпесті жауапкершілігі шектеулі мекемесімен келісімшартқа отырдық. Олардың беріп отырған ыстық суы мен жылуына уақытылы ақы төлейміз. Кешіріңіздер. Алайда ешқандай мекеме біздің құбыр арқылы өз қалағандарын істей алмайды. Ал кәсіпкерге тоқталатын болсақ, ол материалдық жағынан, тіпті құбыр тарту кезінде де ешбір жұмысқа атсалысқан жоқ. Ал біздің 26 үйдің 19-ында зейнеткерлер тұрады. Неліктен олар өз зейнетақысына кәсіпкерлерді асырауы қажет. Кәсіпкер болса, тұрғындардың бұл ойымен мүлдем келіспейтін көрінеді. Тіпті бұл мәселемен ол арнайы кәсіпкерлер палатасына шағымданған.
К нам обратился предприниматель. Бізге жеке кәсіпкер Мұхамедғалиев шағымданған болатын. Осыдан кейін оқиға орнына барып, расыменен жылу құбырларының кейбір бөлігі кесілгенін байқадық. Жеке кәсіпкер осыдан кейін өз саудасын жүргізе алмай отырғандықтан, бұл заң бұзушылыққа жатады. Қазіргі таңда біз бұл мәселеге қатысты шешу жолдарын анықтаудамыз. Тұрғындар болса бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысы арқылы өзара ымыраға келіп, осы мәселені шеше аламыз деген үмітте.